понятиеде бар ғой бізде, еркектің әйелдің ақшасын берекесі жоқ, бірдеңе деген сияқты. Ақша это ақша. Ал 50-дегі еркек пульт ұстап телевизордың алдында отырады. У него жизнь неинтересная. Саған қарағанда ыдыс қымбаттырақ. Өте жаңағы үйдің тазалығына бүйтіп кірпияз адамдар болады, сондай жігіттер болады өзі, да? Сондай тазалықты жақсы көретін қызға үйлену керек ол. 20 жасқа дейін үйін жинамаған қыз ол жинамайды ол. Сон көрсе екен мен мақтаса екен дейді жұрттың еркектері деген әңгіме айтуға болмайды да, она же не мама тебе. Конечно, еркек деген не бар қайын жұртта, бармай барса әйелім ертең өзім бардым, бол, до свидания. Бүйтпедің, сен осы менің туысқандарым көрген кезде көт басын тырыс қалады деген әңгіме айтпайды да ол, понимаешь? Әртүрлі сынақта сенің қасыңдағы жан жарың сенімен сырлас болмаса, көңілдес болмаса, иә? Онда зачем? Армысыздар, біздің бүгінгі қонағымыз негізінен қаржылық коуч. Алайда халық ол кісіден қарым-қатынас туралы, махаббат туралы көп сұрақ қояды, және ондай сұрақ қойған кісілерге бұл кісі күліп, немесе ұрсып жауап береді. Сонымен біздің бүгінгі қонағымыз Роза Әшірбаева. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Көңіліңіз қалай? Жақсы, шүкір. Нашамен айналысатын жігіт алам дейді, не істейміз дейді, арайлым. Видеоға бетіп түсіріп қандарын ішсей. Енді мен сізді негізінен Алматы әйелдер орталығынан бері білемін. Шамамен 3 жылдай болса керек. Кеше енді екеуміздің чатымызды қарап жатырмын Инстаграмда, сөйтсем сізге 5000 теңгенің чегін жіберіп, міне чекте жіберіппін. Бірақ есімде жоқ, не үшін қатысты, не нәрсеге қатысты. Марафон шығар. Иә, сол ойладым, марафонға қатыссам керек. Өйткені көп эфирлеріңізді көретінмін. Енді қазіргі таңда негізі қыз-келіншектерде процесс бар, бір өзін дамытуға деген, өзі бір зерттеп, проблемасы болса оны шешуге тырысып, өзі білмесе спикерлерден пікір алуға тырысады. Эксперттер көп, иә, нақты. Эксперттерден алғысы келеді. Енді осы жерде негізі қыз-келіншектердің көбінің айтатыны бұл самооценка, яғни өзін бағалау деп айтады. Жалпы негізі адамдардың өзін бағалауы қай кезде басталады? Қай кезден бастау алу керек негізі? Енді бұл мәселе бізде тәрбиеде кемшілік кетеді. Бізде жалпы мектепте болсын, үйдің тәрбиесінде болсын, баланың тұлғалығын дамыту бойынша айналыспайды. Біздер сол оқу бітіріп, мектеп бітіріп, универ бітіріп, өзің бір қарым-қатынасқа барған кезде қиындықтар туындағандықтан, ол неден туындайды? Ол кеше бүгін басталған жоқ, ол бала кезден келатқан история ғой. Тұлғалықты дамытпайды бізде. Примерно бір 4-5 жастың кезінде балаларды гендеріне бөледі, ұлды, қызды. Қыз деген мындай болады, ұл деген мындай болады деген сияқты. Жаңа ұлдарға сен жылама, сен үйтпе, сен бүйтпе, сен жігітсің дейді. Жаңағындай сөзбен ұл балаға көп жауапкершілік артады да, бірақ іспен жауапкершілік бермейді. Яғни ұлдар өзін бір биік санап өседі, кішкентай. Да, бірақ қолдарынан дым келмейді, к сожалению. Чаще всего сондай. Өйткені үй тірлігіне баулымаған адамның жалпы ол элементарный ғой, мысалы сен жұмысқа баратын болсаң, сен договорыңды ашасың, трудовой договорыңды, функциональный обязанности бар, қарайсың да, мен мынаны істесем, мен айлық алам деген. Я немесе басшың түсіндіреді. Яғни мен бірдеңе істесем, оған мен бірдеңе алам деген бастан нейрондық байланыс пайда болады да. Ол нәрсе бізде қыздарда бар. Мен тамақ істесем, мен тамақ жеймін деген сияқты. Ұлдарда жоқ ол. Сөйтеді көбісі именно осы еңбек нарығында ұлдардың тұрақты жұмысқа тұра алмайтын сол. Им все как-то не так. Бастық ондай емес, білмеймін, жауып қалатын сияқты, осы фирма, жұмыс менің көңілімдегідей емес деп жүріп қалатын содан жігіттердің. Бәрі ондай емес. Мы сейчас говорим про определенную массу. Проблемасы бар адамдар туралы айтып отырмық. Сондықтан да қыз балада ондай бермейді да, жаңағыдай көтермелемейді да қызды ше. Оған жаңағыдай іспен жауапкершілікті көп береді. Жаңағы кішкентай інілерді үйде ағасы қарамайды, ол қыздар қарайды ғой. Иә, соны бағады кішкентайынан жайлы. Яғни ол жауапкершілікті бала кезден үйренеді қыз бала. Сөйтеді, ол жұмысқа да тез баулиды, сабақты да жақсы оқиды сондықтан. Осы мәселеде кетеді. Бірақ қыз баласындағы жаңағы самоценность мәселесінде мынандай мәселеде, мысалы, қызым сен баламсың, сен біздің жақсы көреміз сені, сабақты 5-ке оқымасаң да жақсы көреміз демейді ғой, немесе тамақ істей алмасаң жақсы көреміз демейді ғой. Не дейді бізде мамалар айтады да, қамыр жайып үйленбесең ертең барған жерінде таяқ жейсің дейді, мысалға да.
немесе өзіңде ана Айсұлуды қарашы мынандай, а сен ондай емессің. Яғни бұл самооценканың проблемасы бала кезден басталады. Жалпы біздің менталитетте, біріншіден егер қыз баласына келетін болсақ, одан жалпы менталитеттегі біздің жаңағы гендерный теңсіздік бар ғой бізде, теңдік жоқ та. Ер адам қоғамда басымырақ, ер адамның бір маңыздылығы басымырақ, жаңағыдай әйелге қарағанда. Сол жағынан бір табан жоғары тұрады деген тема содан бастады ғой. Осындай гендерлік теңдік тәрбиеде болмағандықтан, қоғамда болмағандықтан әйел адамның самооценкасымен жұмыс істеу қиындау болады. То есть изначально ол жаңағы самооценкасы сондай болады қыздардың көбісінде. Сол жа салыстыруда, иә, біреудің қызымен, анау қыз пысық екен. Мысалға пысық деген сөз бір бізге андай басқаша адамдар елестейтін ғой. Пысық дегенде бір барлығына үлгеретін, үй шаруашылығы, кішкентайымыздан біз сондай қыздармен салыстырып өстік өзімізді. Бір сыныптастарымыз болды, пысық деп айтатын. Сосын өсе келе түсіндік, ол нәрсені кез келген адам істей алатын. Яғни үйдің тіршілігін кез келген адам істей алады негізі. Үйдің тірлігін істеу үшін университет бітірудің қажеті жоқ қой, магистратураға түсудің қажеті жоқ қой, үйдің тірлігінде тұрған не бар? Соған, бірақ бізден сол өзіміз миымызбен ойша салыстырып өстік қой. Ана қыз пысық екен, мен яғни қолымнан келмейді екен. Ең болмады самам жақсы оқиын деген сияқты ой болды ғой. Мен қарап тұрсам, сыныптастарым мен қатарластарымыздың көбісінде болған. Бір сыныбымызда бір қыз болды, барлығына үлгереді, бүкіл нәрсені істейді, үйдің тірлігіне көбіне үлгереді. Біз сонымен салыстырып өскенбіз да, өзіміз салыстырып. Ол жаңа үйдің тіршілігін істеп жатқан кезде мен мына жағын істей алмаймын, ең болмағанда сабағым пысық болсын, сабақ жағынан пысық болайын деген сияқты. Бірақ ол кейін өскесін түсіндік қой, ондай салыстырудың мүлдем дұрыс емес екенін. Иә, дұрыс емес, сосын әр бала әртүрлі ғой. Үйдің тірлігіне бейім ұл балалар бар, үйдің тірлігіне вообще бейім емес қыз балалар бар. Мен солардың қатарында. Иә, и ол нормально. Ең бірінші бала тәрбиесінде баланың қандай екеніне, баламен танысу керек қой. Сен мынандай болу керексің емес, сен кімсің? Я, не нәрсеге екенің бар, қай жерде саған көмек керек, не нәрсеге қызығасың деген сондай тәрбие болу керек та. Бізде ондай жоқ қой. Біз жаңағыдай қалыпқа 4-5 жасында қыз баласы, сен мынаны істейсің, бала бағасына ертең бәрі байға тиесің. Даже маған подписчиктерім айтады, осындай мұғалімдер бар екен. Қыз балалар, сендер оқып не қыласыңдар? Сендерге главное замуж выйти. Все. Оқса еркектер оқу керек, ер балалар оқу керек деген. Мұғалімдер сөйтіп айтады. Маған жазады солай. Мен өзім отырамын ғой, парақшамда, дәректе өзім отырамын. Баяда подписчиктерім аз кезде де өзім отыратынмын, қазір де өзім отырамын. Сөйтіп жазады. Яғни ол дұрыс емес та, қыз баласына сондай тек жалпы қыз баласының миссиясын, сенің бақытың, вот да. Анан даже өлеңдер бар ғой, ол жалғыз біздің елдің проблемасы емес. Женское счастье был бы милый рядом, жаңағы қыз бала тек күйеуге тию керек та. Бүкіл бақыт өмір жолы ол күйеуге арналу керек, және балаға, үй тірлігіне арналу керек деген. Осындай пониманиемен, осындай түсінікпен тәрбиеленген қыз бала оқу оқиды, өмір көреді, адамдармен араласады да, ол түсінбейді, не болып жатыр өзі, маған былай бүйтіп айтып еді ғой. Не то, я этого не хочу дейді да, это абсолютно нормально. Ол жаңағы қыдырғысы келеді, ақша тапқысы келеді, қызығады, сондай еркін жүрген, ақша тауып, көлік сатып алып, квартира алып, еркін жүрген қыздарға қызығады. И ол түсінбейді да, неге мама мен папа маған айтып еді ғой, сен күйеуге тисең ғана бақытты боласың деп. Сосын бір стресс болатын содан сияқты, өскеннен кейін. Иә. Жігіт таппай. Түсінбейді да ол. Өйткені айтатын қоғамдық стереотипте қыз баласына бір ғана жол көрсетеді. Күйеуге тиесің, бала туасың, сол сенің өмірлік миссияң деген. Егер олай болатын болса, онда қызды неге универге түсіресіңдер? Онда түсірмеу керек универге. Логика жоқ та осы мәселеде. Бүкіл жауапкершілікті мойнына жүктеп қойған. Иә. Иә. Осы мәселеде жаңағындай үйдегі тәрбиеде ұл мен қыздың жаңағы үйдің тірлігіне баулу, ақшамен қарым-қатынас, білім алу мәселесінде теңдік болу керек. Отбасыда теңдік болу керек. Ол ондай болмаса, ол әділетсіз болады. Үйден әділетсіздік көреді да ұл да, қыз да. Ол нәрсені көрген, мысалы, үйде ұл көреді да, үйде қарындасы ыдыстар жуып жүреді, пол сүртіп жүреді. Ол атасының қасында телевизор қарап отырады ол. Ол ертең қандай еркек болады ол? Ол жұмыстан келеді да, мысалы, әйелі өзі де жұмыс істейтін болса, ол жұмыстан келеді да, ол телефон шұқып отырады. Әйелі жұмыстан келіп тұра сол сияқты 8 сағатта. Сөйтіп келеді, ол еще бала қарайды, ол тамақ істейді, он сидит на диване. Потому что ол бала кезде атасының қасында диванда отырды ғой. Когда қарындастары бүйтіп неғып жүрген кезде. Осы, и ол дұрыс емес көзқарас.
Ол баланы олай тәрбиелеу оның болашақта жұмыскер болуына, жақсы жұмыскер болуына және жақсы отбасы құруына кедергі келтіреді. Көптеген ұрыс керісте осы түсінбеушіліктен болады. На разных языках разговаривать. Біз бір қоғамда өмір сүреміз ғой. Я, мүмкін сен гендеріне бөлінетін шығарсың, бірақ үйдегі тірлік бір ғой. Сол ақша. Тәрбие содан басталып. Я, сол ақшаны табады. Тура сол ақша. Мынандай понятиеде бар ғой бізде. Еркектің, әйелдің ақшасын берекесі жоқ, бірдеңе деген сияқты. Ақша айт ақша. Ода береке не емес. Сол ақшаға продукт аласың, сол ақшаға ипотека төлейсің, сол ақша это просто деньги. Осындай стереотиптер қоғамды, жалпы адамдардың дамуын артқа тартады. Ол экономика дамымайды. Құлаққа құйып өседі да, қыз бала үйде отырасың дейді. Сен диплом, магистратура не үшін оқыдың, үйде отыратын болсаң? Хорошо, үйде отырмақ, бала туып отыр. Бәрі бір еркектің айлығына қарап отырады. Ол бала шағасын асырай ма, одан еще қарындастар жабысады, әке-шешесі қашан бізге бірдеңе бүйтесің дейді. Бәрі оның мойнында. Ол әділетсіз. Сондықтан ғой бізде ер кісілер, вообще статистика қарайтын болсаңыздар, ер кісілер бізде раньше умирают. Ерте өліп қалады. Немесе уже мына жастары 50-ге келген кезде, бала-шаға үйленіп, үйде келін ұстап не істеген кезде, кемпірдің өмірі кішкене болсын қызықтап, әйтеуір балаларға бір отвлекация етеді, үйдің проблемаларын шешіп жүреді да, ал 50-дегі еркек пульт ұстап телевизордың алдында отырады. У него жизнь неинтересная. Кезінде ол келіншекке не үшін үйленді, не болып жатыр? Он тоже в депрессии. Он в своей депрессии. Ол неге жаңағыдай КТК-ның новостарын қарап бүйтіп отырады, жымиып отырады ол. Он тоже в депрессии. Ол да адам, ол да шаршайды. Ода выходной жоқ қой, ер кісілерде выходной жоқ қой. Әйелдер хотя бы декретке отырдық деп демалып алатын, үйде демалыс жоқ қой, үйдің тірлігі көп қой. Осы, яғни мына үйдегі тірлікті бөлу, ақшаны тек қана еркек табады деп айту, қоғамды артқа тартады, денсаулыққа зиян, отбасыға зиян. Көптеген әділетсіздіктер осы гендерлік теңсіздікте болып жатыр қазір қоғамда. Сол тәрбиедегі жаңағы тек қана жауапкершілік жүктеп, тек сабағын беске оқуың керек, ешкімнен қатарынан қалмауың керек деген нәрселер кейде емес, негізі көбіне ата-ана мен баланың арасында бір сырласу, бір дос болу деген нәрсені алып тастайтын сияқты. Өйткені проблемалар не үшін болады? Ол проблема шешілмеген, ол проблема үлкейе береді ғой. Ол мамасын айтпайды, папасын айтпайды, тіптен құрбыларын да айтпайтындар да бар. Просто ішіне жинай береді барлығы. Мына бала тәрбиесінде мынандай мәселе, мынандай ғана подход бізде. Ата-аналар мындай авторитарный подход жасайды. Яғни сен баласың, значит сен дым түсінбейсің. Және оған түсіндіру тілі жоғарыдан қарап, бүйтесің. Я авторитарны түсіндіру тілі. Сосын қателіктермен жұмыс істеу технологиясы жоқ. Қателік жасады ма, ол обязательно таяқ жейді, немесе айғай естиді. А қателікпен жұмыс істеу ондай болмау керек. Бала қателесті ма, отырып сен сөйлесесің. Неге осылай болды? Балам, сен осылай ойлап қалдың ба? Өзің түсіндіріп айтшы. Негізі ол мынандай болу керек, төбелескен кезде. Немесе бүйтіп айтады, егер бала мектепте төбелессе, соқ, ұр! Неге жеңілдің дейді да? Былай қарасаң, физикалық нұқсан келтіру басқа адамға ол дұрыс емес. Мейлі балалар төбелесетін істейді ғой, бірақ жылап келген кезде, немесе бір баланы ұрып тастаған кезде, ол кешіріңіздер деп айтуы мүмкін, бірақ үйге келген кейін, молодец балам, деп айтады да, мысалы үшін дұрыс деген сияқты. Ол дұрыс емес. Яғни физикалық нұқсан келтіру басқа адамға ол дұрыс емес. Проблеманы, қарым-қатынастағы проблеманы жұдырықпен шешуге болады деп баланы тәрбиелеуге болмайды. Зорлық-зомбылық туралы қазір мысалы, тем более бізде қазір заң жоқ. Әлі де үйдегі зорлық-зомбылыққа қатысты заң қабылданған жоқ, криминализация жоқ осы мәселеде. Сондықтан да жылына 400 әйел күйеуінің қолынан таяқ жеп өледі бізде Қазақстанда. Үлкен проблема. Осыны түсіну керек. Қолмен, жұдырықпен проблема шешуге болмайды. Кез келген проблеманы түсіндіру арқылы шешу керек. Ыдыс сындырып қойса да, неге сен сындырасың? Қолың сынсын сенің деген әңгіме айтпау керек қой. Ол сындырды, өйткені ол жуалмайды ыдысты әлі де. Ол жуып үйрену үшін де уақыт керек. Ол бала, ол отвлекация етті, қолынан түсіп кетті, тағы бірдеңе. Яғни бұл жерде балаға былай көрсетті, сенің қателігің сенен қарай, саған қарағанда ыдыс қымбаттырақ деген түсінікпен өседі. Балада қандай ол самооценка болады? Болмайды ол самооценка нормально. Ал мектеп, балабақшадағы тәрбие келсе, яғни біз тәрбиені тек үйден ата-анадан алмаймыз ғой. Мен өзім мектепте мұғалім болып жұмыс істеп көргенмін. 2 жылдай, 2,5 жылдай. Одан кейін университетте практика жасап көрдім студенттерге. 2 айдай.
сол кезде балалардың да байқағаным және студенттердің де айтатыны, бізбен жақын қарым-қатынас жоқ дейді. Оқытушылардан да, мұғалімдерден де. Олар сырласқысы келеді, дос болғысы келеді, бір проблемасын айтқысы келуі мүмкін да, бірақ тыңдауға әзір құлықсыздау. Немесе кейбіреулер болуы мүмкін, расымен кураторлар болуы мүмкін, немесе бір шынымен жаны ашитын сынып жетекшілер болуы мүмкін да. Шынымен сөйлесіп, әр 30 баланың 30-ына да мән беретін. Бірақ көп жағдайда бізде олай емес қой. Бізде сабақ сол 45 минут, 40 минут болса, сонымен өтіп кетеді. Одан қосымша уақытта бала үйіне қайтып кетеді деген сияқты. Енді бұндай мұғалімдер өздерінің білім беруші екенін ұмытып кетеді, мне кажется. Просто ұмытып кетеді. Білім беруші екен. Негізі әркімнің, бәріміз мектепте оқыдық қой, университетте оқыдық. Сабақты күшті ойын түрінде бір қызықты түсіндіретін пәнді жақсы көресің. Қалған жаңағыдай отырып, просто сухо 45 минут отырып, сабақ сұрап, журналмен сөйтіп не қылатын, жаңа балалармен контактысы жоқ мұғалімдердің сабағына ешкім барғысы келмейді, кешігіп барады. Сондай ғой. Сол сияқты әрине бұл әрбір мұғалім ол тұлға ғой. Әркімнің өзінің мінезі бар, біреудің проблемасы бар. Көбіне енді ол рас мемлекеттік мекемелерде білім сапасы төмендеу шығар. Именно мұғалімдер мемлекеттік айлыққа қарағандықтан. Ал частный мектептерде получше. Частный мектептерде балалардың реально толғалығына қарайды. Біз өткенде кішкентай баламызбен частный мектеп ауысатын болды да. Соны біз қарап шықтық. 1-2 мектеп, 3 мектеп. Бірінші сұрайтын мәселе сұраған кезде парталар индивидуальный ма? 2 адаммен отырмайды ма деген. Бұл өте маңызды. Баланың тұлғалығы, өйткені бір партада 2 не отырса, даже баяда мектепте есінде ма, бай болатын еді ғой. Жақсы оқитын қызбен жаман оқитын баланы. Ты по жизни сен көрсетеді, ты тупой. Ты тупой, вот видишь, умная. Я тебя поэтому сюда посадила деген сияқты да. И мен үшін мысалы маңызды балаларымның индивидуальный партада отырған. Оны ашып та бөліп қоятын еді ғой, ашып айтатын еді ғой. Сен нашар оқисың ғой, кімнің басына отырасың. Сөйтіп айтады. Уже дұрыс емес та. Уже саған, сен уже мектепке келесің, сен білесің, что сен тупойсың, потому что қасыңдағы Айгүл, ол отличница. И ты живешь вот этим с чувством ничтожества. Я ничтожество деген чувствомен 11 жыл бітіресің сөйтіп. Сосын ол балалар көбіне байқағаным, сәл сабақтан үлгерімі төмен балалар көбіне агрессивный болып келеді. Олар сол қызбен ауысып жатады, бір-біріне төбелесіп қалып жатады, сондай болады оқушылар. Жыны келеді ғой енді. Оның да эмоциясы бар. Ол да түсінбейді. Неге мені осындай білім жағынан мен дискриминация жасайды деген нәрсе болады. Бұл жерде опять-таки дискриминация. Қоғамда әртүрлі дискриминация бар. Особенно бізде ең жақсы көретін дискриминация түрлері ол білім сала несі бойынша, мына қыз отличница, мынау труйщик деген сияқты. Сондай дискриминация, ақшамен дискриминация. Да? Ақшамен дискриминация қазіргі кезде отбасыларда даже бар. Әйел мен күйеудің ортасында. Мысалы, сен тұрмысқа шығасың, жігітің жұмыс істеп жүреді, сен де жұмыс істейсің, и бір күн сенің айлығың өседі. Ты начинаешь намного больше зарабатывать. Сен не істейсің күйеуіңді? Айта бер, примерно айта бер. Не істейсің? Егер мен күйеуімнен көбірек тауып кетсем, негізі айтатын сияқтымын, бірақ көп жағдайда айтпай жасын. Айтасың, бірақ іштей қайнап тұр ғой, айтпасаң, тілің істесең де ішің қайнап тұр да. А дискриминация ғой. Ол дискриминация. Сен ақша таппадың, ты плохой. Өмір дәл қазіргі уақытпен бітпейді ғой. Ертең сенің ақшаң болмай қалса не істейсің? И осындай конфликт өте көп бізде отбасыларда. Ақшаға қатысты дискриминация дұрыс емес. Адамды біз ең бірінші санатта, біз ең бірінші очередте біз адамды оның әрекетіне, оның іскерлігіне, қолынан келетін, оның ойына, оның бір жаңағыдай мнениесі болады, өзінің бір қабілеттері болады. Соған қарай адамға бір не то что баға беру, сол нәрсеге, адамның бойындағы сондай нәрсеге мән беруіміз керек. Сыртқы киімі, фигурасы, бойы, ақшасы ондай емес та. Адам бірінші очередь адам. Біз адамдар басқа адамдардың бойынан тек қана адамдықты қана көре аламыз керек та. Біз сыртын көреміз. Жалпы коммуникациядағы проблема сол сырттан басталады. Біз сыртқы келбетпен бағалаймыз, сыртқы келбетпен сөйлесеміз. Көп отбасылар бар, әйел мен күйеуі кезінде жүріп жүрген кезде сыртқы келбетіне ғана мән береді да, сосын үйленген кезде енді екеуі қалады ғой спальныйда. Екеуі қалады. А разговаривать-то не о чем.
иә, түсініктері бәрі. көзқарасы, ойы, олар оны сөйлескен жоқ. Дежурный әңгімелермен сөйлесті, жаңағы гүл берді ма, берді, нормально, галочка. Тамақ істей аласың ба, істе, все, функционально сыртқы несін біледі да. Үйленгеннен кейін, оказывается, скучно. Екеуі екі жаққа қарап отырасыңдар. Осы жерде бір сұрақ ойыма келіп тұр. Қыздардың көбісінің осы сұрақ бойынша минус пен плюс қосылу керек па, әлде минус пен минус жаңағыдай плюс пен плюс болу керек па деген нәрсе да. Мысалға, егер қыз бала ол кітап оқыған жақсы көретін болса, белгілі бір жаңағы Netflix-тен киноларды көргенді жақсы көретін болса, ал жігіт ондайға мүлдем қызығушылық, тек жұмыс істейтін, үндемейтін болса, ал қыз сөйлеп қалған болса, сол дұрыс па, әлде екеуі де бірдей жаңағы кітапқа қызығатын, екеуі де бірдей табыс табатын, сондай шамадағы болу керек па деген нәрседен қыздар сәл қиналады. Мысалы, мынандай да, отбасы не үшін құрылады? Екі адам бір-бірімен болу үшін, бірге болу үшін, отбасы бір ячейка дейміз ғой. Сен жұмыста, сыртта өмір көп, достарың бар, басқа бар. Сен үйге келген кезде қасыңдағы адаммен шүйіркелесіп отырғың келеді. Сен онымен көзқарасың, определенный қабілеттерің, ойларың тең болу керек. Сен үйге келіп демаласың өйткені. Сыртқа шығып ақша табасың, үйге келіп демаласың. Сол кезде екеуің минус пен плюс болатын болса, қалай болады отбасың? Үйге сонда сен далаға шығып ақша табам деп төбелесіп келесің, үйге келіп тағы төбелесесің. Жар таңдауда қателесуге болмайды осы мәселеде. Өйткені былай қарап отырсаң, былай есептеші. 24 суткасына 24 сағатың бар сенің. 8 сағат ұйықтайсың, 8 сағат жұмыстасың, 8 сағат сенде қарым-қатынасқа қалады және әрі-бері жолың Алматының пробкасына қалады, мысалға. Енді қара, сенде аз уақыт қарым-қатынасқа бөлетін уақытың өте аз. И ол қарым-қатынастағы адамың қандай болу керек деп ойлайсың? Жаңағы минус болу, сен плюс болсаң минус болу керек па? Саған кері ағар, саған қарсы ойлайтын адам болу керек па? Понимаешь, жар таңдаған кезде примерно бір сферадан таңдаған дұрыс. Журналистсің ба, мысалы, примерно осы медиа саласында сценарист, оператор, ол сенің жұмысын түсінетін адам болу керек. Ал ол сенің жұмысын түсінбейтін адам болса, сенің түнгі съемкаларыңды ол түсінбейді ол. Мысалға да, ол врач болатын болса, сен де примерно медицинада болсаң, сен түсінесің врачтың жұмысын. Ол саған комфортно, сен білесің, оның жұмысын түсінесің, уже конфликт азаяды да. Сен жаңағы қарым-қатынасқа қалған 2-3 сағаттың ішінде ты хочешь сидеть выяснять отношения, неге сен бүйттің, сен қақта жүрсің, сол ма сонда өмір? Не үшін өмір сүресің онда? Не үшін ақша табасың? Ақша не үшін табасың? Егер үйге келген кезде үйінде саған кайф болмаса, қасыңдағы адаммен сен тіл табыса алмасаң, демаламасаң онымен бірге отырып. Смысл тогда? Зачем жениться? Отбасын не үшін құрасың? Токсичные отношения дейтін нәрсе содан басталады. Примерно мінез ұқсайтын, өмірге көзқарас дұрыс. Мысалы үшін өте жаңағы үйдің тазалығына бүйтіп кірпияз адамдар болады, сондай жігіттер болады өзі, да? Сондай тазалықты жақсы көретін қызға үйлену керек ол. Не надо пытаться тазалықты жақсы көрмейтін қызды мен тәрбиелеп аламын деудің қажет жоқ. Қанша уақытың кетеді соң? Ол 20 жасқа дейін үйін жинамаған қыз ол жинамайды ол. Сен кімге күйеу өтесе де жинамайды, иә? Ол екі сондай перфекционист, үй жинақшы, азаннан кешке шейін рахат, выходнойлардың бәрі жаңағыдай тазалап, бүйтіп немен өтеді. Екеуі кайф болып соны. Классно у них будет выходной. Тауға барғысы келе ма? Тауға барған бірге жүрсеңіз. Да. Сондай табиғатты жақсы көретін адамдар, они так, чтобы біреу музей жақсы көреді, біреу музей не екенін түсінбейтіндер емес. Иә? Бір салада, бір көзқарастағы адамдар үйленсе, онда иә, отбасы берекелі болады. Отбасын сен не үшін, ол адамды сен не үшін таңдайсың, чтобы прожить с этим человеком всю свою жизнь, а не быть чужими через пару лет. Сіз келеді дегенде, мен сұрақ-жауап жасап қойғам Инстаграмда, стористе. Сол кезде бірнеше сұрақ келген екен, соны біреуін қойғым келіп тұр, осы қарым-қатынасқа байланысты. Ер бала, негізі мен қыздардан көп келеді деп ойлағам, бірақ ер балалар көп жазыпты. Дейді, сенде сезімі жоқ адамды қарату үшін күрескен дұрыс па, әлде оны ұмытуға тырысу керек па? Зачем? Энергия құртудың қажеті жоқ. Сосын ол жігітке ойлану керек. Біз адамдар, мы все из прошлого, из детства. Біз өзіміздің өмірдегі қарым-қатынасқа, сен бала кезіңдегі қарым-қатынас тасып әкелесің. Соны сен көшіріп әкелесің, әке-шешеңмен қарым-қатынас. Мысалы, бұл жігіт неге өзіне суық қыздың артынан жүгіріп жүр? Возможно, в детстве он вот так вот зарабатывал очко. Возможно, ол бір үйдегі ортаншы бала ма, сондай да? Қарамайды, оның үлкен ағасы бар, 5-ке оқитын ағасы бар, немесе әпкесі бар да, и мамасының вниманиясына мұқтаж болып өседі, ол ше, или папасының вниманиясына. Қарамайды оған. Әке-шеше.
сосын көрсе екен мен мақтаса екен дейтін ұл бала, осындай суық қызға ол ғашықпын деп ойлайды. Ол ғашықтық емес, ол махаббат емес. Ол просто сол бала кезінде үйреніп қалған, мозг же привык к таким отношениям. И сен үлкен өмірге барған кезде тура сол отношениені компенсация жасайсың. Бала кезде неге нәрсеге үйренесің, сен соны қайталайсың. Примерно сенің ең бірінші кез келген баланың, ұлдың да қыздың да ең алғашқы қарым-қатынасы ол өзінің әке-шешесімен қарым-қатынасы. Олардың балаға қарым-қатынасы қандай болды? В каком он эмоциональном состоянии был? Жаңағыдай, все время заслуживал? Если все время заслуживал, мен бес алсам мені мақтаса, мен төбелеспесем мені мақтаса, мен бірінші ақшамды алып келсем мені мақтаса деген жігіт, скорее всего, осындай мұздақ қалған снежная королеваның артынан жүгіреді да. Ол махаббат емес, это просто компенсация тех привычек, к которым он привык просто, тех эмоций, к которым он привык. Я рекомендую к психологу сходить, психологқа бару керек. И біреудің андай күресу, махаббатта күресу деген нәрсеге мен ол нәрсені құптамаймын. Махаббат сау қарым-қатынас, ол жерде күрес жоқ, ол жерде төбелес жоқ, ол жерде бір-біріңе доказательство ету жоқ, да? Бұл жанның рахаты болу керек қой. Сенің адамың, ол сенің адамың да, сені түсінеді, көзқарастарың бірдей, примерно әңгімелерің бірдей, қызығушылығың бірдей. Сонда екеуің өмірде мақсат қойған кезде, мақсаттарың да бірдей болады да. Мысалы бізде қыздар бітеді да, мен жігітім үшін, жігітім айтады маған ауылға барып тұрамыз, мен қалада тұрғым келеді, болды, жүрме онымен. Жүрме, ол ауылдың жігіті, значит ол. Не надо пытаться из него делать городского. Жүрме, қинама, жігітті қинама, осыған честно айтып тұр. Мен ауылда тұрам әке-шешеммен. Көшпеймін қалаға, бөлек тұрмаймыз деп, ол ашығын айтып отыр да. Нет, это ходит, я сейчас его поменяю. Не поменяешь ты его. Андайда қыздар бар ғой, гүл береді, сыйлық береді, соны ұнаттым деп ойлап қалады. Яғни менің ізімнен жүгіріп жүр, өйстіп қол жеткізгісі келіп тұр, бұл бір махаббат сияқты деп. Андай жігіттің бір сондай бір клубника в шоколаде, гүл жібергендерін махаббат деп қарастыру дұрыс емес. Мысалы айтады да, мен жігітім жақсы, екеуміз жақсы әңгіме айтамыз, көзқарасымыз бәрі жақсы, бірақ ол сыйлық бермейді дейді. Яғни сыйлық беруді бір махаббаттың көрінісі деген стереотип бар бізде. Бірінші көзқарас жақсы болады. Бір-бірлеріңді қуантқың келген кезде шын сыйлық беру деген бар да. Они вот это танысқанымызға бір ай болған үшін давай, там жүргенімізге анша болған үшін давай. То есть вот это вымогательство, ол дұрыс емес. Это очень нездоровое отношение. Ты мне, я тебе деген сияқты да. Бәрібір да, оның бәрі сыртқы жаңағы не ғой, ерліктер ғой. Түптің түбінде егер екеуің үйленетін болсаңдар, екеуің сөйлесетін кезде ананың бәрі далбаса болып қалады. Егер тіл табысамасаң, мейлі ол саған бір жыл бойы артыңнан жүгірсін, бір жыл бойы саған гүлін берсін, бәрін істеді да, но вы реально не посидели, не пообщались. Оның көзқарасын білген жоқсың. А сен такая, ты думаешь, я буду работать, мен отбасымда балаларды жоспарлап туамын, мен қалада тұрамын дейді да, а парень реально классно ухаживает. Ты думаешь, все, любовь дейсің да, а үйленген кезде оказывается, не, дорогая, ты работать не будешь. Үйде отырасың. А вы об этом даже не поговорили. Сен сол гүл бергенді, сен клубника в шоколаде бергенді махаббат деп ойладың да. Ол манипуляция болуы да мүмкін ғой, иә? Енді манипуляция, мысалы жігіттердің өздерінде де бір стереотип бар да, ұнаған қызға мен сыйлық беріп сөйтіп қаратам деген стереотип бар. Мейлі, хороший стереотип, мейлі да, но не жасасаң да, сыйлық берсең де, кафеге барсаң да, не істесең де, бәрібір адаммен, сол сыйлық алып келген адаммен, кафеге алып барған адаммен сөйлесуді және оның көзқарасын білуді ұмытпау керек та. Оның өмірге деген көзқарасын білуді ұмытпау керек. Сөйлесу керек. Сөйлеспейді ғой, майсың, бәрі ше, пиццаны вилкамен жеп отыратындар бар ғой. Рас қой? Алда же, айт әңгімеңді айт. Зачем носить маски? Мысалға, былай қояш, біз шынымен де бір құрбыларымызбен қыдыратын болсақ, немесе құрбыларымызға сыйлық бергіміз келсе, мына құрбым, менімен күшті құрбы болған үшін сыйлық берем демейміз ғой. Біз шынымен оны жақсы көрген үшін, оны танитынымыз үшін береміз да, сыйлықты берсек те шын жүректен. Мен осыны көп айтамын ғой, қыздарға да айтамын, жігіттерге де айтамын. Нағыз махаббат, жақсы отбасы достықтан туындайды. Досың сияқты ашық сөйлесе аласың ба, ол адамнан қысылмайсың ба, ойыңды айта аласың, екеуің ойларың бір келсе ма, жақсы отбасы шығады сендерден. Адам қыздар придумали, ол минус мен плюс болу керек, ол андай болу керек. Зачем? Ертең сен өмір тұрасың ғой, өмір сүресің ғой ертең онымен. Қалай өмір сүресің минус адаммен? Арпалысып, төбелесіп, жаңағы жұмыстан қалған 3-4 сағаттан. Қалай өмір сүресің онымен? Реально, таныстардың арасында сұраңдаршы, достықтан барып үйленгендердің отбасылары өте әдемі. Бір-бірін түсініседі, мақсаттары бір, екеуі де жұмыс істейді. Жұмыс істейміз дей ме, жұмыс істейді. Бала туамыз дей ме, бала туады.
ең бастысы сөз жарысады. Сол емес па? Ай сайын бір төбелес шығарып отыру не ол? Бірақ мен кейбір құрбыларымнан естимін да, осындай қырғын болмаса, ол қызық емес қой қарым-қатынас деп, әлі болмаған қарым-қатынасқа қырғынды елестетеді. Невротические отношения ғой. Дискотека, невротическая дискотека ол. Жаңағыдай эмоциональный качели. Әдейі ұрыс шығарып, бір төбелестен кейін күшті қайтадан қосылып, соны романтизация жасайтындар бар. Потому что өлеңдер сондай, сериалдар сондай, кинолар сондай, клиптардың өзін қарасаң да төбелесіп, гүлді лақтырып, сосын қайтадан қосылады. И соны махаббат деп ойлайды. Ол махаббат емес қой. Это просто эмоциональные качели. И қыздар осыны махаббат деп ойлайды, өмірлік жар, жігіттер де сөйтіп ойлайды. Сөйтеді, үйленеді, сонымен невротическая вечеринка, айына 1 рет, 2 рет обязательно сондай не. Сол эмоция болса, сондай болса ғана күшті болады деп ойлайды, но адам одан шаршайды. Эмоциональный качели, я вам скажу, қазір мысалы жастар, міне 30, қазір жастардың жасын 35-ке дейін көбейтті ғой. Өте дұрыс жасады деп ойлаймын. Өйткені примерно сол уақытта гормондар басылады. Вот эти все эмоциональные качели бітеді. Гормондар басылады. Ол эмоциональный качели жаңа отбасыда неден болады? Бір келіспеушілікке обязательно бір қырылады. Бір-бірімен ол жерде проблеманы шешпейді олар. Ерексет. Ол анау А десе, мынау Б дейді. Ерексет та конкретно не үшін ұрысқандарын на самом деле ұмытып қалады. Сөйтіп ол проблема шешілмейді. Оны қайтадан күшті болып қосады ғой екеуі. Ежемесячно одна и та же проблема. Жастар 30-дан асқанша бала да туылып жатыр, әйтеуір жұмысқа да барып жатыр, бірақ тіл табыспайды. Жас примерно 35-ке келген кезде гормон басылады. И ты понимаешь, что этого человека вообще не знаешь. Хотя живешь. Балалар бар. Қаға барасың? Вот одиночество вдвоем деген осы, понимаешь? Лидерлік качествосы бар қыздарға қандай кеңес бересіз? Жұмысқа салыңдар. Осы лидерствоны жұмысқа салыңдар. Қазір мықты осындай команда басқарылатын сондай қыздар бар да, бірақ көбісі жаңағыдай басшы болуға қорқады қыздар. Бізде статистика бойынша басшылық посттарда тек қана 22% ба қыздар ғана екен, әйелдер екен. Енді білесің өзің, министр біреу ақ. Депутаттардың азайып кетті қазір. Әкім жоқ, по-моему. Гүлшара шығып кетті ме қазір? Әкім емес па? Әйел әкім жоқ облыстарда. Енді ауылдарда бар ғой, кішкене поселоктарда бар енді. Да. Но осындай басқарушы посттарда әйелдер жоқ, сондықтан да лидерлік качествосы бар қыздарға вперед жұмыс істеңдер, бастық болыңдар деп айтамын. Сосын тағы бір сұрақ келді. Қыздар, менімен қатар қыз болса керек, 25-тен жоғары. Жігіт көбіне жасы кіші жігіттер келеді дейді. Бұрын 18-20 жаста өзімізде де байқаймыз ғой, өзімізбен қатар өзімізде үлкен жігіттер көбірек сөз айтатын. Енді уақыт өткен сайын үлкен жігіттер де жоқ, өзіңмен қатарлар аз деген сияқты, шынымен өзіңнен кіші, тіптен 7-8 жас кіші жігіттер көбірек сөз салып, сөйлескісі келіп жатады. Бірақ тағы бір нәрсе, қош ертең папаға не деп айтамын, немесе бұл нәрсе бір менің принципіме жатпайды деген сияқты нәрселер болады. Сол кезде осы мәселе махаббат бар ма? Махаббат болса, махаббат жасқа қарамайды. За любовь надо топить. Естественно, мақұл, жақсы көріп тұрсаң істейсің. Зачем жить, если нет любви? Ертең өлген кезде сен өзіңмен бірге не айтып кетесің эмоциядан басқа. Перед смертью ты будешь, если үлгерсең, конечно, өлердің алдында ойланып үлгерсең, сен эмоцияң ғана есіңе түседі. Басқа не қалады? Сен тапқан ақшаң, істеген жұмысың, ештеңе қалмайды сен. Өкініш қалады сосын. Сол кезде сон тие салың керек. 10 жас болса қайда екен? Молодец, Ерке молодец. Ерке молодец, Әсел молодец. Молодцы. Қазіргі кезде көптеген қыздардың осындай комплекстарының жойылуына себепкер болады деп ойлаймын. Молодцы. Ол нәрседен ұялмай? Конечно, ұялудың қажеті жоқ. Махаббат жасқа қарамайды. Осы үлкен шалдар жас келіншектерге үйленген кезде ешкім ештеңе демейді ғой. Бәрі ой, молодец деп отырады ғой. Я тоже говорю қыздарға, молодцы. Жап-жас жігіттерге келген бар. Молодцы. Енді психологиядан бастадық қой әңгімемізді. Қыздар осылай психологиялық көп ақпарат алады, біледі, өзі жаңа психологтарға барады да, бір нәрсе, бір минус болады нәрсе, ол ама-папасын сол өзі үйренген нәрсемен үйреткісі келеді. Яғни бір нәрседен қателесіп кетсе, олай емес қой деп сөзге келіп, конфликт болып. Ол тек мама-папа емес қой. Жастар вообще они максималисты. Вся молодежь, сендерде гормон ұрып тұр. Ол 25 жасқа дейін адамның организмі өседі. У вас еще гормон тұрақталған жоқ. То, что у вас такие качели, әлемді өзгерткің келеді, адамды өзгерткің келеді, бәрін өзіңді өзгерткің келеді, айнаға қарасың, өзің жек көресің, мынандай болғанда, аяғым ұзын болғанда, құлағым басқаша болғанда деген сияқты да. Вот это вот юношеский максимализм, ол естественный нәрсе.
әрине қыздар қазір әке шешесін жөндегісі келеді, қыздар болсын ұлдар болсын қазір енді мені қарайды да жаңағыдай мен парақшаларымды қарайды да сосын мен әке шешем осындай екен барып айтайыншы деп салғыласып сөйтіп не істейді да. Бұл во-первых біріншіден ол естественный нәрсе, жастарда вот это юношеский максимализм бар әлі де, естественный нәрсе біріншіден. Екіншіден мүмкін ата-ананы өзгертуге тырыспау керек деп ойлаймын, өйткені олар уже тартылып қойғандар ғой, олар өзгермейді. Ата-ананың көзқарасын өзгерту мүмкін емес. Қарым-қатынасты өзгерту болады арадағы. Олармен, ата-ананың тілімен сөйлесу керек. Не надо пытаться вот это вот сидеть, мынандай қазір білесіздер ма, психологтар бүйтіп жатыр, детская травма деген айтамайсың сен оларға. Ата-анамен мысалға да любой сауданың заңдылығы қандай? Любой сауданың заңдылығы, сен клиентпен оның тілінде сөйлесе алсаң, сен саудаң жүреді. Ол саған ақша береді. Ата-анамен де сен өзіңнің сөзіңді өткізу үшін, бізде бірінші ата-анаға бірінші малыңды өткізесің, сосын сөзіңді өткізесің ғой. Подаркаңды бересің, и оның тілінде сөйлеу керексің сен. Ата-ананың тілінде сөйлесу керексің. Сен оның көзқарасы қандай, өмірге деген көзқарасы қандай, соның тілімен сөйлесіп барып жеткізу керексің. Ане вот сенің көзқарасың дұрыс емес та. Бірінші түсінесің әке-шешең, неге ол олай болды? Ол бүгін кеше ондай болған жоқ. Ол баяғыдан солай келеді. Тарихы сондай ол адамның. Сен өзің әке-шешеңе бір әке-шеше ретінде қарауың мүмкін, бірақ егер сен оның жүріп өткен жолын қарасаң, сен оны түсінесің. Ол оңай өмір сүрген жоқ. Осындай тұжырымға келу үшін. Сөйтесің де оның көзқарасын түсінген кезде, оның тілін түсінген кезде сен айта аласың оған, түсіндіре аласың. Пока сен ерегісесің, ол да сені тыңдамайды, сен де оны тыңдамайсың. Жастарда шыдамдылық жетпейді ғой. Айтқысы келіп тіл қышып ше. Я понимаю, мен өзім сондай болғам. Түсінем, ол уақыт келеді ол. Ата-ананың қадірін кейін түсінесің ғой. Балалы болғанда емес, кейін өзі гормондар басылған кезде түсінесің. Ол сондай. Осы қарым-қатынасқа байланысты баламен ұстап қалам деген қаншалықты дұрыс нәрсе. Мысалға, сіздің бір пікірді көрдім, TikTokта бір видеоңыз астына. Бір әйел дейді, өзінің күйеуін біледі, өзінің көзіне шөп салып жүрген. Бірақ соны ұстап қалу үшін, жібермес үшін жылына туа берген 9 баласы бар дейді. Сол яғни әйел күйеуін баламен ұстап қалам деген, ол қаншалықты дұрыс нәрсе негізі? Смотри, 9 бала туу үшін де ол жату керек қой мен. Значит, қарым-қатынас бар деген сөз. Понимаешь? Вот такие невротические, странные, с изменами қарым-қатынас бар деген сөз. Понимаешь? Это окей. Для нее это окей. Кетіп қалатын болса, баяғыда кетіп қалатын еді дейсіз ғой. Ол еркек кететін болса, баяғыда кетіп қалатын еді, бала көбейтпей. Ол да кетпейді ғой. Понимаешь? Ол 9 бала болу үшін ол спальняға бірге жату керек қой. Баламен ұстап қалу деген теманың бәрі, во-первых, да, ол жұмыс істемейді. Қарым-қатынас ол бала емес. Қарым-қатынас ол екеуінің ортаңдағы әңгіме, екеуінің ортаңдағы сезім, баланың дым қатысы жоқ оған. Біріншіден. Екіншіден, баламен ұстап қалу болғанда, жаңағы баланы тууы кезде ол еркек қасыңда ма, значит, ол сенің қасыңда. Просто это такой вид отношений невротические, жаңағыдай. Бір-бірін қызғандыру, жындану, просто язык общения сондай болып кеткен да, понимаешь? Мен сізге айттым ғой, жігіттерден көбірек сұрақ келді деп. Енді осы жерде олар маған сұрақ қоюға қорқады. Бірақ мен таңғалдым, достарым көбісі жазғандар. Біреусі жазған, негізі бұл әйел дұрыс айтады деп жазып жіберіпті. Сосын енді негізі айтқым келгені, осы жігіттеріміз эмоциясын қаншалықты бағалаймыз, немесе оған қаншалықты мән береміз. Олар мысалы жылағысы келуі мүмкін, олар проблемасын айтқысы келуі мүмкін, бірақ білдіртпейді ғой. Олар білдіртсе күледі жүр. Шет ғой олар. Шет бар. Күйік шет бар, бе? Немесе достарымен отырып, достарым да айтпайтын сияқты көбісі. Өйткені, мысалы, бізде айтамыз ғой, мен айтамын ғой, әйелдің жауы әйелі бір-біріне буллинг жасайды деп ше, жігіттерде де тола. Олар отырып алып, жаңағыдай какой-то бір проблемасын айтса, еркек емессің ба, бір-бірлерін буллить етеді ғой. У них тоже вот этого всего хватает. Поэтому көп медиа қарасаң енді адамдардың ең қинайтын нәрсе жалғыздық қой. Сондықтан да қасыңдағы досың немесе жан-жарың сенімен көңілі жараспаса, өмір бос қой. Өмір бос. Очень важно таңдаған жарың немесе досың қасыңдағы сені осуждать етпейтін болу керек. Өйткені
топырлаған дос, коллектив деген нәрсе жақсы. Сен олармен жұмыс сөйлесесің. Топырлаған достармен баяғы студенттік кезінде айтасың, жаңа мектептегі кезінде айтасың, да, вот это вот. Ал нағыз сырласу сенің қасыңдағы не жан досыңда, немесе сені түсінетін және сені осуждать етпейтін адам болу керек. Тем более әйелің осуждать етпейтін әйел болу керек та. Қарамайсың ба деген сияқты, да. Жұрттың еркектері деген әңгіме айтуға болмайды да, она же не мама тебе, понимаешь? Сол кезде ауызбіршілік болған кезде ғана береке болады отбасыда. Поэтому жігіттерге айтатын едім, вот именно көзқарасың тең, сені түсінетін, сенімен сырлас болатын қызға үйлену керек жігіттерге де. И қыздарға да то же самое. Потому что отбасы ол проект қой, ол целый проект. Сен осы адаммен ертең өмір бақи өмір сүресің. А прикинь, ты ойларың сәйкес келмейді. Зачем тогда? Зачем жениться? А вот это вот все букеты, страсть болу керек, бір бәле деген болады оның бәрі, но это не главное. Ең бастысы көзқарас, сәйкес болу керек, құндылықтар сәйкес болу керек. Бала тәрбиесіне қатысты, отбасыға қатысты, ата-анаға деген қарым-қатынасқа қатысты. Мысалы, қыздарда бүйтеді, мынандай жігіттер бар. Есть такие парни, для которых существуют только свои родители. Әйелдің родительдеріне бармайды да, қанжытқа бармай, мен күшке емеспін дейтіндер бар да, мысалы. Ал сондай қыз күйеуге тиіп алады да, она не согласна с этим. Типа, сен мен сонда әке шешемше дейді, сонымен өмір бақи қырылып өтеді да. Ата-аналардың өзі ұялып жүреді ғой, қыздардың барғысы келмейді. Да. Андай жоқ, сондай да, ал сен осы мәселені үйленбей тұрып сөйлескен кезде екеуің қырылмайтын едіңдер. Сенің жалпы әйеліңнің ата-анасына деген қарым-қатынасың қандай? Күшкеу деген нәрседен намыстанасың ба? Ол өтірік нәрсеге намыстанасың ба? Намыстанбайсың ба? Ол қыз сұрау керек қой ондай нәрсені. Оны уже айтып отырса ондай. Конечно, еркек деген не бар қайын жұртта, бармай барса әйелім ертең өзім барып, бол, до свидания. А ондай қыздар бар, которые, мынандай да қыздар бар да, которые говорят, әрине мен күйеуге тигеннен кейін тек қана күйеуім жақта болам. Болды, күйеуім фамилиясын алам. Мен сол отбасында жаңағыдай тастай сіңіп судай батам дейтіндер бар ғой, сондай судай сіңіп тастай батам дейтін. Ондай қыздар бар. Ол жігіттерге жаңағыдай көзқарастар жоқ. Сондай қызға үйлену керек. Күшті пара боласыңдар. Мақсаттарың бір дейсіз. Мақсаттарың бір. Я, ол қыз ертең миыңды жемейді, мен әке шешемейіне сен бармадың, бүйтпедің, сен осы менің туысқандарым көрген кезде көтіп басын тырыс қалады деген әңгіме айтпайды да ол, понимаешь? Басында сұрау керек, жүріп жүрген кезде сұрау керек, сен көзқарасың қандай, туысқандыға деген, қонақ күтуге деген. Иногда бывают два разных человека. Қонақ күткіш, еркек жақсы көреді қонақ болған кезде, анау үйде тамақ істегісі келмейді, біреу жинағысы келмейді. Не болады, екеуі төбелеседі сосын. Ол да, анау да қонақ жақсы көретін адам болу керек. Күшті, соны екеуің қонаққа барып жүресіңдер, балалар өздерімен өздері болады. Зато ұрыспайсыңдар ол темада ше. Это очень важно. Адамдар сәйкес, бір-біріне сәйкес адамдар үйлену керек. Бір-бірін түсінетін адамдар, мұңдас адамдар, профессияларың бір-біріне сәйкес, бір сферадағы адамдар. Вот сол кезде вы вытащите друг друга. Потому что өмір ол ұзақ, тем более қазіргі заманда әртүрлі сынақ болады. Өмір болған кезде сынақ болады. Әртүрлі сынақта сенің қасыңдағы жан-жарың сенімен сырлас болмаса, көңілдес болмаса, онда зачем? Сен білмейсің ғой, бүгін бар да ертең жоқ. Көп нәрседе сондай, Ал енді осы сұхбатыңызды қорытындылай келе, осы қыз бен жігіттің қарым-қатынасында ең ескеру керек 3 нәрсені айтып беріңізші. Осындай 3 нәрсе, 5 нәрсе деген. Не айтсам болады десеңізші. Қыз бен жігіттің қарым-қатынасындағы ең басты нәрсе ол сөйлесе алу. Айттым ғой, осы интервьюді толық тыңдасаңдар, сөйлесе алу, бір-біріңнің ойыңды білу және бір-біріңе ойыңды ашық айта алу. Мен өстіп айтсам, негізі мен қазір өзімнің ойымды айтсам, сосын ол мені амай қою мүмкін емес та. Ол ойың по-любому шығады ертең. И вы из-за этого будете ругаться. Сондықтан да қалай түсінеді екен, түсінбей қала ма емес, айтылу керек. Менің ойым осындай, сен қалай ойлайсың? Егер менікі дұрыс емес болса, давай осы туралы сөйлесейік, талқылайық деген сияқты. Мүмкін сен өз ойыңды айтсаң, ол да өзінікін айтса, екеуің талқылай отырып бір общий бірдеңе шығатын шығар. Сенің ойың өзгеретін шығар, сөйлесу, мәміле құру, сөйлесу, коммуникация құру бұл өте маңызды. Өйткені жұмыста, ақшада, клубника в шоколаде да, бәрі де, ағасының машинесіне мініп келген жігіттің машинесі де, бәрі өткінші. Ертең екеуің қаласыңдар сопайып, сол кезде не істейсіңдер? Бала да өседі кетеді ертең, отбасын құрып. Қартайғанда екеуің қалған кезде, чтобы не было мучительно одиноко вдвоем. Вот это важно. Қызықты пайдалы әңгімеңізге көп рахмет. Шынымен де қарым-қатынас жағынан болсын, бала тәрбиесі жағынан болсын, бір шынымен алатын дүние көп болды деп ойлаймын. Көп рахмет келгеніңізге. Қош сау болыңыздар. Күшті нәрселер айттыңыз ғой.